Баршаңызға сәлем. Бүгін біз кемпір қосақ салатын дайындаймыз. Дастарханды ашып тұрады, өте оңай әрі тез дайындалады. Ең алдымен картоптарды өте жіңішке етіп тураймыз. Крахмалы шығу үшін салқын суда 10-15 минуттай ұстаймыз. Өйткені крахмалы шықса, ол қытырлақ әдемі болып шығады. Содан кейін қағаз сүлгіге қоямыз, суы тартылу үшін. Қызып тұрған майға қорып аламыз. Үстіне тұз себеміз. Дүкендерден арнайы дайынын сатып алсаңыздар да болады. Үлкен тарелкаға жайғастырып қоямыз. Колбасаларды ұзынша етіп турап қасына қоямыз. Қиярды арнайы осындай үкіштен өткіземіз. Қызанақтарды да ұзынша етіп турап аламыз. Жұмыртқаларды да майда кубик тәрізді етіп турап аламыз. Барлығын үлкен тарелкаға қойып шығамыз. Қызылшаларды да осылай арнайы үкіштен өткіземіз. Мен қызылшаларды қайнатып пісіріп алдым. Соңынан ортасына майонезді құямыз. Қызанақ пен қиярымыздың үстіне тұз себеміз. Міне біздің салатымыз дайын.